Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алаш шығарылымдар қозғалысының төрағасы, Қазақстан бейдер алқасынан, Алматы қаласының биі. Мына үндеуімді қазақ еліне және де Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және де үкімет саласында отырған аға бауырларға жолдағым келіп отыр. Біз қазақ елі мына визасыз Қытайды Қазақстанға кіргізуіне қарсымыз. Бүкіл қазақ елі қарсы. Біраз азаматтардан естіген мәліметім бойынша, бұрыннан бері келе жатқан Қытайдың саясаты ол Қазақстанға 20 миллион Қытайды кіргізіп, және де 56 заводын осы Қазақстанға қою. 2016 жылы 1,5 миллиондай қазақтың жері сатылып кетті деп, қазақ халқы болып, ел болып көтеріліп, ол кезде 5 жылға мораторий қойылды. Одан кейін де 2021 жылы Қытайларға орман отырғызуға жер береміз деп мәселе туындады. Ол кезде де митингтерге шығып, қазақ халқы болып, жаңағы 5 жылға мораторий қойылды ол кезде. Енді қазір енді Қытай визасыз кіретін болса, миллиардтаған халық ертеңгі күні Қазақстан басып қалады. Біздің 50-60% ажырасып жатқан қыздарымыз бар. Оның көбісі сол Қытайға тиіп жатса, ертеңгі күні сол Қытайдан немере шөбере бағып отыратын боламыз. Балаларымыз солардың заводын істеп жүретін болады. Сол үшін біз қазірден бастап қазақ халқы болып Қытайдың визасыз Қазақстанда кіруіне біз қарсымыз. Қарсымыз.